анамыздың, Зербан анамыздың, Домалақ анамыздың, Гаухар анамыздың, Жұпар анамыздың, Мариям анамыздың, Айғаным аналарымыздың аруақтарына бағыштадық. Зияратшылардың бұл көріністегі амалдарының бәрі шариғатта жоқ шатасулар. Бұлар кешірілмейтін ширк күнәсін жасап, Алланың рахымынан құр қалуда. Мұның бәрі ислам тыйым салған амалдар еді. Бұл пұтқа табынған буддистердің іс-әрекетінен ешқандай айырмашылық жоқ адасушылық. Қабір басындағы құрылыстарға табынып жүрген қандастарымызға бұдан басқа не деуге болады? Бұлар білімсіздік пен надандықтың шарықтау шегіне жеткені сондай, керек жарақтарын тілейміз деп, осы қабірдің басына ұйымдасқан түрде сапар шегуді шығарып алды. Біз аруақтан сұраймыз. Аруақ періштеден сұрайды. Періште Алладан сұрайды. Сонда барады, Алла тағала осында жаңағы жамағатын, болмаса осында пеннің шын көңілімен ниет қылып жатыр. Тілейтін қабілет өгер деген сияқты тілек тілейді. Көңіл бөліңдер. Дін нағыз Аллаға тән. Сондай Алладан өзгені дос тұтқандар, біз бұларға Аллаға жақындастырсын деп қана табынамыз дейді. Азғындарға тозақ көрсетіледі. Оларға табынатындарың қайда делінеді. Алладан өзгелер сендерге жәрдем ете ме, яки өздеріне жәрдем ете ала ма? Табынылғандар да, азғындар да тозаққа етпетінен құлатылады. Бұлардың әулие әруағынан сұрап жатқандары бір ғана Алладан тілеуге тиісті болған тілектер емес пе еді? Алла тұрғанда әулие әруаққа жалбарынғанымызға жол болсын. Абай атамыз айтқандай, жаратушы тұрғанда жаратылғаннан не сұрайсың? Аллах тағала айтады: Алладан өзге қияметке дейін өзіне жауап бере алмайтын біреуге табынғаннан залым кім бар? Әрине, табынғандары олардың жалбарынуларынан хабарсыз. Бұдан шығатын қорытынды, қабірдегілер өздерінен тілеген тілектерді естімейді де, орындай да алмайды. Бәрін естуші, білуші, жарылқаушы жалғыз Алла ғана. Ол айтады: Мұхаммед, егер құлдарым сенен мен туралы сұраса, өте жақынмын. Қашан менен тілесе, тілеушінің тілегін қабыл етемін. Ендеше олар да әмірімді қабыл етсін, және маған сенсін. Әрине, тура жол тапқан болар еді. Деп анық айтады. Олай болса, өте жақын Алла тағаладан тілемей, айшылық, күншілік жол жүріп, айдаладағы әулие аруақтардан тілек тілегеніміз қалай? Жол болмай жүргендердің де жол ашылып жатыр. Ал енді кейбіреудің жолы ашылып, жоғары жаққа көтерілдім, қызметкер болдым деп, келіп те осы жерден тағы батасын алып, тілек тілеген кісілерді, үлкен кісілерді көрдік. Сондықтан бұл жерде біз сол көріп тұрғаннан кейін ойлаймыз, қасиетті жер деп. Келген себебіміз әулие жерден Қарахан бабадан аруағынан қолдасын деп, сол мақсатпен келдік. Барлық жақсылық тіледім, бақытты болуды ең бастысы. Қабірдегілер тірілердің сөзін естімесе, жауап беруге шамасы келмесе, онда олар өзіне сиынушылардың мұң-мұқтажын қалай шешіп бермек? Алла тыйым салған болса, әруақ адамдарды желеп жебейтін күш-қуатын қайдан алып, оны тірілер үшін қалай пайдаланбақ?